Амал күні қазағым көрседі, көрсу бұл көненің желседі. Жасың құтты болсын деп жамырасып, ақ ниетпен адал қол берседі. Көрседі көңілдер жібісін деп, көрседі тасысын ырысың деп, көрседі көк мұзда жібісін деп, көрседі оң болсын ұлысын деп. Амал келді, жыл келді. Бүгін 14 наурыз Отпантаудың басында мерекелік шаралар мен облыстық өнерпаздардың басталуда. Сондай-ақ бізді алдағы уақытта қазақ күресі, ләңгі тебу, асық ату сияқты ұлттық спорт түрлері күтуде. Әзірге облыстық өнерпаздардың өнерін тамашалайық. Құрманғазы Сағырбайұлы қуаныш орындайтын Отпан халықтық фольклорлық ансамблі.
әні Беуайдай. Орындайтын қыздар триосы. Хат жазамын қолыма, қалам алып, сенің берер жауабың маған анық Беуайдай. Қарсыласым кім екен деп жүргенде, бәйбатындай тұрасың дараланып Беуайдай. Былтырғым мен биядай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзіне де ойнап тұрған дүние-ай. Құрметті халайық, бүгін қуанышты күн, амал мерекесі. Мен облыс халқының осы мерекемен құттықтаймын. Біз мынау Алла ата ескерткішінің қасында жыл сайын бүтін ел болып жиналып, амал мерекесін құттықтап бір-бірімізге саулық, жақсылық, тыныштық тілейміз. Бұдан бұлай да осындай ынтымағымыз, халқымыздың ынтымағы жараса берсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, дендеріңіз сау болсын. Аман мерекесі тағылайтан құтты болсын, жақсылық мол болсын, ақ мол болсын, табысыңыз еңбектер дарыған халықпыз ғой. Сондықтан жақсы еңбек ету арқылы талай табыстарға жете берейік. Сау болыңдар. Қалам алып қолыма, қарысады, бәсекемен қошерік жарысады Беуайдай. Жүйрік жайын ел құрбым, білмеуші мен, біреу озып, біреуі қалысады Беуайдай. Былтырғым мен биядай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзіне де ойнап тұрған дүние-ай. Жүргіш едік той-тойдай, тұрғыны белбеу бір байдай, әдейіске келгені де жолы аяқым айдай. Мен қазір ойлап тұрсам, бұдан 11 жыл бұрын 2007 жылы осы таудың басында алғаш рет осы кешенді ашқанымыз есімізге түсіп тұр. Осы жылдардың ішінде Отпан таудың амал мерекесінің көрісудің бүкіл Қазақстанға тарағаны, анықталғаны. Қазір бүкіл халық бұл не деп емес, бұларды үлкен түсіністікпенен түсінеді. Сондықтан мына қазір бүгін халқымыз, еліміз жиналып, үлкен халықтық мереке басталып жатыр. Бүгін сол елімізді басталған жыл жақсылықтың жылы болсын, бақыттың, табыстың жылы болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын деп құттықтаймын. Қазағын сұлтан еткен елім, өз қолының тұлпар еткен елім, көк байрағын қияшынға қаған, өз ұланын сұңқар еткен елім, төрге қарай қадам басу берді. Шынымды айтсам маған да шын құрмет, ақ баталы бата көрген олға, алқа
аталасың ауылдасың менің жүрегімді алақанға салып ол елімді сағынғасын келдім жарық берген шұғыламсың елім бой түзейтін құбыламсың елім ассалаумағалейкум деп айтсам жаратқанның нұры жаусын дедім хай хай хей хей ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам ассалаумағалейкум хей уағалейкум ассалам де 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 Мінекей осы мерекеге анау Алматыдан арнайы шақыртып келіп құттықтап жатырмыз. Тек қана Алматы емес, Қазақстанның өңірінен көп адамдар осында қазір. Мінекей соның бірі менмін. Менің атым Сейітқали, Серік Қажы деген ақсақал болам. Осыған арнайы шақырылып, сіздерге бата беріп тұрғаным. Алла тағала елімізді дәуірлетіп, алдыңғы мемлекеттер қатарына қоса берсін. Ұлыс оң болсын, Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, береке көп болсын. Жайраңдап жатса ағатым нені есімде қайран сары сұлу таңертең сонда баратын едім толқынға құмар бір сұлу аңсатса сыры бір ән тербер жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлу қайдасың қайтама сол қыз жайраңдап сырдан толқынды шашын күн қағып қалама қарап жағада тұрған күріштің басы ырғалып аңсатса сыры бір ән тербер жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын жайқалған ақ күрішің жаралған шаштық үшін қайран сол сыры сұлу қайдасың Мінекей ағайын, бүгін 14 наурыз Отпан таудың басында амал тойын тойлаған жұрттың қарасы көп. Барлығы ақ тілектерімен, ақ ниеттерімен, ақ тілектерін арнауда. Соның бірі еліміздің түкпірінен келген қонақтарымыз да көп. Солардың бірі Семейден келген арнайы Аслан ағамызға құттықтауын тыңдайық. Ал, мен абай алдына келіп тұрмын. Соны бар. Қазір қазақ қоғам алдында екі үлкен мәселе тұр. Біреуі қазақ болып қалу, қазақтықты сақтау. Қазақтықты сақтаудың жолы осындай мейрам, осындай ұлттық дәстүрді қадірлеу. Мына адай елде кеп мен осыны көріп разы болып тұрмын. Семей халқының сәлемін жеткізіп тұрмын. Екіншіден, қазақ адамдықты сақтауымыз керек. Абай атамыз айтады, жүректі кірді қашырса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі деген біз көңілді көтеру, жүректі тазарту, осындай қауышу арқылы болады. Жан-жақтан қазақ халқы келіп, біз осы хабарды Семейге жеткіземіз, бар жерге айтамыз.
бұл үлкен республикалық мәселе болады. Сондықтан сіздер бәріңізді мейраммен құттықтаймын. Ай мен күнді, жер мен көкті жаратқан Алла тағала бәрімізді қолдап жүрсін, өзі есіркесін, ырыздық несібеміз таса берсін, жау дұшпанымыз қаша берсін. Анау алтын Алтай мен қарт Каспийдің арасы жайқалып, қазақ халқы көбейе берсін. Бақытты болсын, сіздер бәріңіз келесі амал тойына дейін аман-есен жүріңіздер.
дариға дәурен Гигика, гигика, гигика Şirkin devrin Aynalıp altı azday Konadım ağam Deriga şirkin devrin Наурыз мейрам жүректерге нұр сепкен, маңдайынан сүйіп жатыр күн көктем. Жарығыңмен, шуағыңмен күн ана алып келдің жер бетіне гүл көктем. Көшкінбаев Серік, Жұматаев Қуаныш, Ұлы Дала әнімен. Жерім, жер үйіғім, менің туған далам Алатауым, тағым, қаратауым, бағым, гүл жайнаған Балқашымның көлі, таразымның төрі, ең байлығым Оңтүстіктей өлгем, сұлулығым, көргем, тіл байлаған Бауларыңнан сенің, таңдарыңнан сенің айналайын Кеңдеріңнен сенің, көлдеріңнен сенің, кеңшеріңнен сенің айналайын Алтын алтай, керім, тарбағатай, белім асып өткен Қарқаралым дәру, баянауыл ару ғашық еткен Көкшетауым, орман, қызыл жарым, қорған қазағыма Бақыт сүйген осы сарыарқаны бізге нәсіп еткен Тауларыңнан сенің, бауларыңнан сенің, таңдарыңнан сенің айналайын Кеңдеріңнен сенің, көлдеріңнен сенің, кеңшеріңнен сенің айналайын Арал төбен сырдан, жайықтағы жырдан нәр аламын Ақтөбе мен Ырғыз, Атырау мен Орал, Қарабағым Бір көрген жан мәңгі ұмыталмас таңды алаулаған Маңғыстаудың майлы, Каспийімнің жайлы жағалауын Тауларың
айналайын. Кеңдерінен сенің, көлдерінен сенің, кеңшерінен сенің айналайын. Айбынымда сенсің, байлығымда сенсің, ән жырымда сенсің, туған елім. Орманымда сенсің, қорғанымда сенсің, зорбағымда сенсің, туған жерім. Қорғанымда сенсің, туған жерім. Бүгін міне амал күні үлкен мереке болып жатыр Отпантауда, Адай ата Отпантау тарихтан бетінің мәдени кешенінде. Бұл биылғы амалдың 11-ші рет өткізіп жатқан биылғы амалдың ерекшелігі сол. Бұл тек қана 8 арыс Адайдың, Маңғыстаудың ғана халқы емес. Мына біздің республикамыздың барлық жерден, соның ішінде Ресейден де келіп жатқан қонақтарымыз бар. Бұның ерекшелігі бір, мына ұран отын, бірлікті отын жағу. Осы жолы мынау Қожа Ахмет Яссауиден келген, және Ұлытаудан келген, және де басқа киелі қазақтың жерінен келген 7-8 азаматтар, имамдар, шырақшылар келіп сол бірлікті отын жағуға өз үлесін қосты. Сондықтан да биылғы амалдың бұл үлкен кең көлемде өтіп отыр. Бұның өзі Отпантаудан басталған кезіндегі амал 14 наурыз. Бұл тек қана Маңғыстау емес, бүкіл қазақ жеріне ертең жайылып, бұны үн қосатынның куәсі болып есептелінеді. Сондықтан да мына амалымыз құтты болсын, ел халқымыз аман болсын, бірлік үшін жағылатын от мәңгілік болсын, барлық уақытта біздің халқымыз тыныштық болсын. Алла тағала бізге тек осындай жағдай кездесу жазсын. Жаңылдырма сөзімді бабаларым білдірген, тауда өскен білдірген, қырда өскен білдірген. Ағаларым болмаса қадірімді кім білген, жаны жайсаң ағайын қадірімді кім білген. Қарағайлы ендеше, қарағайлы бүлдірген, қарағайды көп жыл қаралайды бүлдірген. Жақсы жайсаң осындай, бас қосқанда бүлдірген, бекер қарап отырған жарамайды бүлдірген. Тауда өскен бүлдірген, қырда өскен бүлдірген. Ағаларым болмаса қадірімді кім білген, жаны жайсаң ағайын қадірімді кім білген. Ал мынау 14 наурыз ұлыстың ұлы күні құтты болсын, оң болсын. Мынау халқымыздың ұлттық дәстүрін насихаттайтын осындай өнер ғой енді. Сондықтан мына қолымызда қырандарымызды алып, рухани жаңғырып, мына халықтың арасына келіп жатқан жағдайымыз бар. Ал оң болсын, құтты болсын, Қазақстан алға.
ағайын туған армысың, қарттарым қыран бармысың, қиядан бізді тартатын сендерсің бұзар қарғышың. Ауылдың боздақ қарты бар, асқарлы таудай дәрпі бар, үлкенді сыйлау құрметтеу қазақтың ата салты бар. Ай, қазақтың ата салты бар. Болсыншы аман атамыз, болсыншы аман апамыз, тілеген дайым жақсылық, болсыншы қабыл батаңыз. Армысың абзал ағалар, ағалар жарқын жағалар, сіздердей алып болмаса, біздерді кім бар бағалар. Армысың ерке жеңгелер, жеңгелер елге өң берер, береке байлық бастауы, сіздерге кім бар теңгелер. Ай, сіздерге кім бар теңгелер. Армысың құрбы құрдастар, сыр мінез сырлы сырластар, сіздердей сері болмаса, тамаша тойды кім бастар. Армысың құрбы құрдастар, сыр мінез сырлы сырластар, сіздердей сері болмаса, тамаша тойды кім бастар. Армысың балғын енелер, ағалап алдан жүгірер, інісі кімнің бар болса, өнері өрлеп өрілер. Армысың қарындастарым, ақтамақ қарлығаштарым, сағынып келдім сендерді, дарынды жалын жастарым. Ай, дарынды жалын жастарым. Жалынды сәлем жалпыңа, басыйым ата салтыма, қуана қарсы алатын, ризамын туған халқыма. Жалынды сәлем жалпыңа, басыйым ата салтыма, қуана қарсы алатын, ризамын туған халқыма. Мерекелеріңіз құтты болсын. Домбыраның үні кенеттен үзілді, үзіліп қалғандай ой жалғандай. Домбыраның үні кенеттен үзілді, көзден жас тамғандай ой жалғандай. Қазақ көшпелі елім, қайғы кешкен елім, туып өскен жерім ой жалғанай. Мұңды боздағанай, боздағанай, жанды қозғағанай ой жалғанай. Алыста барамыздай, бізді өтіп барамыздай, сыздатқан жарамыздай, аманат аламыздай. Алыста барамыздай, бізді өтіп барамыздай, сыздатқан жарамыздай, аманат аламыздай. Домбыраның үні кенеттен жалғасты, толқындар алмастай аярманай. Дала көші дала, шексіз ұлан дала, самға қыран дала аярманай.
Azapқа sağımay жарқын жанарың ай, биік назарың ай, арман ай. Бастады елбасы, Құдайым қорғашы, Тәңірім қолдашы ол елімнің. Алыста барамыздай, бізді өтіп барамыздай, сізді атқан жарамыздай, аманат аламыздай. Алыста барамыздай, бізді өтіп барамыздай, сізді атқан жарамыздай, аманат аламыздай. Осы 8 арыс алаштың бүгінгі мерекесі оң болсын, дендерің сау болсын, ақ мол болсын, ел тыныштық болсын, нарымыз көп болсын, ырысты берекелі болайық, еліміздің тыныштығы мықты болсын, іргеміз аман, дендеріміз сау болып, осындай тойда тойлап жүре беріңіздер. Асқар тау гүлін сүйем, мен оның қасиетті күнін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, боз торғайы бұл оның сыбырлатса. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Қасиетті Ұлытау, киелі Ұлытау деген жерден келіп отырмын. Мына енді көріп отырмыз кешеден бері осы Маңғыстауда болып жатқан амал мерекесі, бұл жалпы қазақ халқына емес, бүкіл түркі халқына, одан ата мынау Ұлы Евразия даласындағы халықтарға, көршілес халықтардың бәріне үлгі болатын, өнеге болатын жақсы бір іс-шара екен. Осыны қабылдап, көріп, үйреніп, өзіміздің ауылға барғасын осыны таратамыз деген оймен келіп отырмыз. Мереке құтты болсын, аман қабыл болсын. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Жылы нұрға бөленіп ауыл бүгін, ерекше боп мейіріммен қарайды күн. Ұлыстың ұлы күні дейді халық, сағындырған наурызым жаңа күнін. Асқарлығы тауында, байлығы жайлауында, бостандығы қолында, айбыны байрағында.
ұлы күні құтты болсын. Барша қазақ халқым, ағайындарым, барлығыңызды осы амал мерекесіменен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға ақ мол болсын, халқымыз тыныш, аманшылық бола берсін. О Қазақстан, о Қазақстан, о бақтарысың, мақтанышым, ақтанышым. Жүрегімді елжіреткен ғажабым дүрін, көк жалауын желбіреткен қазағым менің. Ақтаңыңда арайланды аспан астынан, тамсандырған талай жанды құшақ аштырған. Сен мақтаныш елім, сен киелі жерім, мен таңғаламын кереметіне, бір өзіңді мына жаным сүйеді менен. О Қазақстан, о Қазақстан, о бақтарысың, мақтанышым, ақтанышым. О Қазақстан, о Қазақстан, о бақтарысың, мақтанышым, ақтанышым. Қуанамыз ақ құшақты ашқанымызға, ұмытпаймыз тәтті шақты бастарымызда. Жайнап жүрген жайсың міне жашағымызда, қуат берсін қайсар міне жастарымызға. Сен мақтаныш елім, сен киелі жерім, мен таңғаламын кереметіне, бір өзіңді мына жаным сүйеді менен. О Қазақстан, о Қазақстан, о бақтарысың, мақтанышым, ақтанышым. О Қазақстан, о Қазақстан, о бақтарысың, мақтанышым, ақтанышым. Maqtanışım, aqtanışım. O Qazaqistan, o Qazaqistan, o maqtarsın, maqtanışım, aqtanışım. От жылудың көзі, от ыстық сезімнің лебі, от жамандықты аластатар күш, от ошақтың нұры, от жаудан қорғаралау, от басының нәрі. Ал бүгінгі бірлік оты, күллі қазақтың басын қосып, күллі білекті біріктіріп, елдік арман мен халықтық мүддені бір арнаға тоғыстырудың қамы. Болғай мәңгі қазағымның алдашық, жолы кең, бақ береке тарқамасын, ән үзілмей төрінен босағамыз берік болсын. Жаса қазақ деп тілеп, бірлік отын жағайық біз, бар қазақтың қолымен. Отана тәу өзіңе тапсырдым, жер анам тәу өзіңе тапсырдым, күн анам тәу өзіңе тапсырдым.
Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Көк тәңір, тәу, елімнің бірлігін өзіңе тапсырдым. Тәу. Амал келді, жыл келді. Халқымыз үшін жыл басы, ұлыстың ұлы күні болса, бұл жер аяғы кеңіп, тіршіліктің жаңадан түлеуге бет бұрған күні. Аспанда жұлдыздар шоғырының өзара бір белдеу бойында жүздесіп, ай құшақ кейіпке енуін асқан сұңғылалықпен аңғарған табиғатпен етене, бабаларымыз дәл осы күні өздері құшақ айқастыра көрісіп табысуға асыққанды. Көрісу бір жағы ескі жылдан жаңа жылға аман жеткен қуаныштың бейнесі болса, екіншіден ағайын туыс, үлкен мен кіші, ел жұрт арасына сыйластық, сүйіспеншілік дарытатын мереке. Көрісу маңғыстаулықтар ұғымында міндет. Бұл адамдар арасындағы туыстық қатынасты үзбеуге бастайтынның белгісі. Биыл да жылы күннің лебін естіріп амал келді. Амал құтты болсын, жыл сәтті болсын бауырлар. Күллі ел асыға күткен амал келді. Қыз көктем келді халайық. Әз наурыз құтты болсын ағайын. Қахарын қыстың қайтарып өктем, шарпыйды жерді ып-ыстық оттем. Қош келдің бізге, төрлетші енді, сұлудай көркем, жасанған көктем. Шаттанып шырмыз, бүгін біз ерен, оралды көктем, жырымды төгем. Желегің шайып, жап-жасыл болып, жайғас сен төрге, күлім көз кезең. Жауын мен гүлге жарайды далал, өзіңде шіркін бар игі амал. Табасың тілін әп сәтте жайнап, табиғат деген тамылжи қалар. Сыңсыйды дала, самал жел кернеп, көктем деп ел жұрт бағаңды бермек. Еркелеп жатыр ен дала саған, көктемім енді далаңды тербет. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Армысыз қадірменді халайық. Сіздер мен біздер асыға күткен амалдың ақтаңы арайлап атты. Ойдағы ел қырдағы елмен араласып, кең байтақ Қазақстанның әр өңірінен келген ағайындар отпанның биігінде амалды бірге қарсалып, көрісіп мәресере болуда. Амалдың ақтаңы құтты болсын ағайын. Кеше Отпан тау тарихи мәдени кешенінде бірлік отын жағу мерекесі жоғары деңгейде өткізілді. Бірлік оты өткенге тағзым, бүгінге шүкір, ертеңге шапағат тілеген шамшырақ, күллі қазақты бір оттың жылуына, бір оттың жарығына ұйыстырып, бір болашаққа бірге баруға бастаған алау. Бірлік оты жамандықтан алас, жақсылыққа жол. Амал халқымыздың ырыс несібесін еселеп, өркендеу мен дамуды нәсіп етсін. Ақ тілектің жалғасы, бақ берекенің бастамасы бол амалым.
Амал мерекеміз баршаңызға құтты болсын. Олай болса, біз мерекелік шарамызды бастаймыз. Келесі қиырына аттада майшылық жол шегіп, әрең ілгер баябан дала, салқар сахара, ежелгі қоныс, ата жұрт. Бұл талай тамұқтан аман шыққан, шыдамына тәңірінің өзі таңдай қаққан, жаны жайсаң, пейлі көл көсір, қазақ деген халықтың сансыз соғыспен, қисапсыз қырғынмен сақтап қалған, толық өзіне ғана тиесілі аумағы. Шығысын ақ басшыңдары бұлтты түрткен, бауырнан түгел түркі түлеген Алтай. Батсын ақ шулан тартып, тарғылдана толқып, лықсый тербелген Каспий. Оңтүстігінде айбарлы Алатауға арқа сүйесі, солтүстігін жерана жомарттығының қазаққа тиген үлесі құйқалы қара топыраққа тілеп шалқайды. Жері қандай кең болса, қазақтың жаны да сондай жомарт кең. Көңілі түскен адамына жалғанның бар жақсылығын жасайтын ақ көйлектер қазақ арасында әр қашан болған. Сіз қазақтың нағыз болмысын көргіңіз келсе, оның тойына қатысыңыз. Айналайын қарағым, алтыным аяқ жүзіңді көргендей балқыдым ай. Көрмегелі көп айдан жүзі болды есен аман жүрмесін жарқыным ай. Ахау керім бұраң белім, күнде жиын, күнде той, жүрген жерім ай. Ахау керім бұраң белім, күнде жиын, күнде той, жүрген жерім ай. Өйде! Алғаны жігіттер! Келісім әрі ақын әрі батыр, қайнатыр ақын қыздар бермен шақыр ой жайлауай. Ыстырып айда қандай ақын келсе, үмірлей қызыл тілім сайрап отыр ой жайлауай. Ақ бүрлен, қызыл бүрлен, 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 бүрленді, аралайды жолын білген қамшылар, екі бүктеп қолға ұстат қызығын, бұл жалғанды ойнап күлген ой жайлауай. Ақ сезем айтысатын заман келді, көркіңмен таңғалдырдың тәмәм елді, ақ сезем ай. Мен үшін сенен асқан сірә жар жоқ, қазақтау қала берді адам сатты ақ сезем ай. Ақ бүрлен, қызыл бүрлен, 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 бүрленді, аралайды жолын білген қамшылар, екі бүктеп қолға ұстат қызығын, бұл жалғанды ойнап күлген ой жайлауай. Сезім, қане бізде құрғалмайық. Қыздардың қазақ паңыз келбетінен ау, нәр берер көктем келіп жер бетіне үгәй. Ерке тотай еріншек жігіттер көп ау, мас болған атасының дәулетіне үгәй. Ахау керім ай, бұраң белім ай, қыз деген көркем еспе туған елдің ай. Сезім қыз халық тәнті ақылың ау, көркіңмен айналдың ең жақыным ақ сезім ай. Адал жар асыл ана сен болғайсың, балуанға батырға да ақынға да ақ сезім ай.
Ақ бүрлен, қызыл бүрлен, 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 бүрленді. Аралайды жолын білген қамшыны, екі бүктеп қолға ұста қызығы. Бұл жалғанның ойнап күлген ойжайлай. Ой, Құдай не дейді бұна? Алтылдың арасында өскен гүлем-ау, болаңда бір күн өскеннен мен жүрем үгәйәй. Оланы ұлы елдің ергеңшілік-ау, отауыңа салтанат сән мен көрем үгәйәй. Ахау керім-ай, бұраң белім-ай, қыз деген көркемес пе туған елдің-ай. Уа ағайын, той жақын естіп білдің, дидар жарқырасын тең құрбының, ұласын той-тойға, шаттық күнге, шырқаңдар елдің әнін, елдің жырын. Бастаңғы талай жастың бақытының бастауы болды. Кеңшілік пен сезімнің бастаңғыда байласқан сөзінен соң, арада көп уақыт өтпей, сезім қыз адал ауылына келін боп түсті. Ауылымызға келін түсті! Ауылымызға келін түсті! Қалайық! Келін келе жатыр, келін! Беташар келін түскенде ғана айтылатын жыр. Келінге жаңа жұртын таныстыру, әдеп пен иба нормаларын үйретуге бағытталған бата өсиет. Айналайын келін жан, құтты болсын қадамың, сәтті болсын талабың, бақыт қонсын келін жан, бас қоса келген жолыңа, жақсы келін атансаң, желің шығар оңыңа. Айт келін ау, айт келін, аттың басын тарт келін, жұмыртқадан ақ келін, сауысқаннан сақ келін, қараңғыны түсірмей, үйіңе шырақ жақ келін, сүйгеніңмен сүйсініп, адалдан бала тап келін. Айналайын келін жан, ана тұрған атаңыз, қара жердің жотасы, келіні келіп түскенде,
үйінің толды ортасы, атаңызға бір сәлем ай. Ай бәрекелді, менің атымдан құлынды бие. Ай, ана тұрған енеңіз, енеңіз емес кемеңіз. Ай, балам екеу болды деп, көкке жетер төбесім. Енеңізге бір сәлем ай. Ай, ана тұрған қайнаға, қайнағаңда сайладым. Сыйлай берсең үлкен дау, аялайдау айналаң. Қайнағаларға бір сәлем ай. Ай, анада тұрған абысын, абысындармен табысың. Қуаныштары естілсе, біріңде қалмай шабысың. Абысындарға келін жан жақсылап тұрып, бір сәлем ай. Айналамда уанталап, жақсылар бүгін жиналдың. Алдымдағы келін жан ұялғаннан қиналдың. Бетін ашып талайдың, әлденеше сыйландым. Жаңа туған айдай боп қиылған қиғаш қасыңыз, көзегеңіз көгеріп аман болсын басыңыз ай. Ал енді құрметті қалайық, қазақтың қара домбырасымен келіннің бетін ашайық. Қазақтың кей әдеп ғұрыптары ерте дүние танымнан бастау алған. Жоғалмаған дәстүрдің бірі отқа табыну. От көшпенділер өмірінің ажырамас бөлігі. От пәле жаладан қорғаушы, тазалықтың символы. Жаңа түскен келін таза болсын деп, арнайы жағылған отқа алақанын қыздырады. Маңдайын, бетін сипатады. Сол оттан тараған қызу денесіне жайылады. Осы ошақтың отын жағатын мен болам деген сенімді жүрекке бекітеді. Ау, әлемет! Әумин деп қолыңды жай. Әуелі Құдай оңдасын, әруақтар қолдасын. Қолтығыңнан сүйелеп, қызыр бабаң қолдасын. Малың менен басыңа еш жамандық болмасын. Тойың тойға оласып, Тәңірім Құдай алмасын. Босаға аттаған келіннің қадамы оның құт болсын. Қосылған екі жас жұбай, көтерген шаңырақтарың өздеріңе берген бақ болсын. Аумин. Олай болса бүгінгі міне келіп жеткен амал берекесімен құттықтау үшін сөз Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Сқақов Мақсат Нұрлыбекұлына беріледі. Құрметті армысыздар, қадірлі ағайындар, бауырлар, амал келді, жыл құтты болсын. Мұна Маңғыстау облысының әкімі Ералы Лұқпанұлы сіздерге үлкен ыстық лебізін, өзінің ниетін, көңілін білдіріп жатыр. Аманатын қабыл алыңыздар. Себебі жаңа Астанадан Жаңаөзенге үлкен делегация келіп жатыр еді. Ол кісі сол кісілермен жүр. Кеше бірақ осының басында болды. Ұран отын, бірлік отын жағуға қатысты. Сонда бір керемет сөзі бар еді. От бар жерде қай кезде де қазан бар. Қазан бар жерде шаңырақ бар. Шаңырақ бар жерде біздің бүгінгі ел таңбамыз бар. Сондықтан бүгінгі Отпан таудың өңірі бүкіл қазақ баласының жиналып бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған кезі. Сондықтан амал мерекесі тағы құтты болсын, қадірлі ағайын. Қадірлі бауырлар, қазақта әдемі сөз бар. Бабасы басын имегеннің баласы тізе бүкпейді дейді. Біздің басын имеген бабаларымыз біздерге жақсы амал қалдырып кетті. Сол амалдың бүгін жалғастырушы болып жатырмыз. Қазір қарап отыратын болсақ, бұрын осыдан 10 жыл бұрын басталған
Амал мерекесі Отпантаудағы бүгін өзінің ауқымын кеңейтті. Себебі біздің облыстардан Атырау, Орал, Қызылорда, сонау шығыс Семей өңірінен, Өскемен өңірінен, Шымкенттен, Алматы, Астанадан келіп атқан қонақтардың барлығы бүгінгі ауқымды шараның кәдімгі дәлелі болып жатыр. Одан соң біздің мынау көршілес Өзбекстан мемлекетінен, мына Ресейдің үлкен қалалары Астрахан, Самара көптеген қалаларынан келіп жатыр. Сондықтан Амал мерекесі жыл сайын өзінің ауқымын кеңейтіп жатыр. Бұл да біздің бірлігіміздің арқасы деп білеміз. Ал енді құрметті қонақтар, бұл елдің барлығы Маңғыстау деген халқы қай кезде де жүрегі кең ел. Сабыр ағамыздың тілімен айтқанда, Маңғыстау деген тектіден туған тентектер атаның салтын, ананың тілін сақтап жүрген қасиетті елге қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар. Біз енді осы қасиетті елдің ақындарының сөзімен ғана сөйлейміз. Тағы да айтатын болсақ, әр қазақ менің жалғызым, жалғыз жусан түбінде қазаққа ортақ намыс бар дейді. Сондықтан бұл Отпанның тауы әр қазақты жалғызым деп күтеді. Осы Отпан таудың әр жусанның астында біздің қазаққа ортақ намыс бар. Сондықтан еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Міне елбасымыздың бүкіл елге, халыққа жариялап атқан рухани жаңғыруы міне бүгін болып жатыр. Осы жерде сіздер кімдерді көресіздер? 7 жасар қолына құман ұстаған баладан міне белі бүгіліп сәлем беріп жатқан келіндерді, аузы дуалы ақсақалдар мен аналарды, бұның барлығы біздің елдігіміздің арқасы, қадірлі ағайындар. Сондықтан бүгінгі күн дәстүрдің күні, бүгінгі күн салттың күні, қазақы тәрбиенің күні. Не дейді? Осы жерлерде рухани жаңғыруда елбасымыз айтады, ең бірінші міне ақсақалдар отыр. Жүгіріп шығар белес көп, алуға асқар шыңғиын, шал шауқан болу оп-оңай, ақсақал болу тым қиын дейді. Міне біздің нағыз ақсақалдарымыз ел мен халыққа батасын беріп жатыр осы жерден. Сондықтан осы бір әдемі жолдан танбайық. Міне тағы да бір айтыла кететін жағдай, осыдан 10 жыл құрылған бүгінгі Отпанның тауына қазір 3 би келіп орналастырды. Бұл 3 би дегеніміз не? Қазақта айтады, атаның баласы болма, адамның баласы бол дейді. Атаның баласы болсақ біз бөлінеміз. Ал егер адамның баласы болатын болсақ, біздің арамызда әркез ынтымақпен бірлік жүреді, қадірлі ағайындар. Мынау 3 би осының көркем өнегесі ретінде. Себебі біз билердің барлығын көріп жатырмыз. Қалаларда, соттың қасында, көшелердің қасында. Ал дәл мынау даланың биі, даланың фонында жасалып жатыр. Сондықтан бұл да 300-ді қазақ баласының бірлігін көрсетеді. Мына өскемендік Бауыржан ақынның тілімен айтқанда, бәріміз Төле бидің ұрпағымыз. Ұруласын емес, ұрықтасын ойлаған көп. Түн ұйқысын 4 бөлген Төле биде тек қана ұлы жүзін ойлаған жоқ. Бәріміз Қазыбектің ұрпағымыз. Ұруласын емес, ұрықтасын ойлаған көп. Түн ұйқысын 4 бөлген Қазыбекте тек қана орта жүздің өзегіне бойлаған жоқ. Бәріміз Әйтекенің ұрпағымыз. Ұруласын емес, ұрықтасын ойлаған көп. Түн ұйқысын 4 бөлген Әйтекеде тек қана кіші жүздеп қылышын қайраған жоқ. Бәріміз Алталаштың баласымыз. Бар қазақ, бір қазақтың баласымыз. Сондықтан бүгінгі Амал мерекесі біздің бірлігіміздің, бүгінгі ынтымағымыздың мерекесі. Сондықтан еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Ауызбіршілігі жарасқан қазақ баласының шығар биігі кең болсын, биік болсын. Аязынан арқарауған арқаның арқасынан ешқашан алашауа көрмесін. Амал құтты болсын, ағайын. Қалың қазақты айтулы мерекесімен құттықтауға келген қазақ эстрадасының жұлдызы Өмірқұл Айниязұлдарыңыз алдарыңызда. Қошемет. Мереке құтты болсын, құрметті ағайын. Қазақстан байтақ елім деп аталады алғашқы. Алатау Алтай менен Атырауым, арасы жалпақ жатқан Атырауым. Бабамның
ізі қалған әр тасында, санасам Сарыарқаның шоқыларын. Жаратқан нығметіңе шүкір еттім, жерімнің құнарлы еткен топырағын. Қаратау қазағыма қалқан төрім, Ұлытау қасиетті Дархан белім. Толқиды арнасында қуаныштан, Каспийім Арал, Балқаш, Шалқар көлім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Көкшетау Баянауыл Қарқаралым, жерұйық жетісу ғой айтар әнім. Тамыры енді аламның деп білемін, Ертіс пен Сырдарияның сан тарауын. Тілегім ен байлығың сарқылмасын, қазына батасындай қартананың. Ешқашан арнасынан су кетпеген, жалғасы есіл нұран көктеген. Қазақтың қасиетті даласына шіркін ай кімдер келіп кім кетпеген. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Келестермеде өздеріңізге таныс. Адайдың 5 жүйрігінің бірі Ақтан Керейұлының термесі. Қалағандарың сөз болса деп жалғастырамыз. Haydi! Hadi qolsoq, şartlandır oturuzlar. Қалағандарыңда сөз болса, қалағандарыңда сөз болса, мен жырлауға да құмармын, шұбалаң құйрық шұбармын, шапқан аттай да саулаймын, жанған оттай да қаулаймын. Не қылған менде дер күнімді, болдыраған таулаймын. Ека қысқан жау болса, арасында мен панамын. Мен ақ бауыр ел жорға, әдемі басқанда аяғын. Қарасаң көзіңде жеткісіз, жылмайып жатқан даламын. Жорытқан атқа жеткісіз, ұзын бауыр саламын. Жоғардан аққан жайықтың теңізге құйған аяғын. Күн шығыстың ай желмен олайлантып ағамын.
баламын, сөйлесем сөзді табамын. Көпшілік сөйле дегенден кідірмеймін ай жел сөзге. Кеуде дегіңа білгенді алдыңа төгіп саламын. Қаумалап қалғымай келгесін, селдетпе топаңай жел сөздің. Ай көрінбейін ай бекер жек, меніңе айтқан ай сөздерім. Таңдайыңа бой татымас, қабылда менен ай нұрымнан. Дәніккен жұртым ай шекер жеп, мен адайдың уақтаны, сөйлеген сөзінде тақталы. Бөгесе бөгетай бермейтін ай қара таудың ой ақбары. Сөйлей ай берейін, сөз жүйесінде көрейін. Әрден бері ғой сөйлесем, көзімнің ой мерейін. Сөз дегенімде бойым ба, сөйлегенімде қиын ба. Талайда талай ғой сөйледім, сатырлағанда жиында. Сіздердің қошеметтеріңіз Өмірқұл Айниязов. Көп рахмет. Қане шабыттан тұры. Айналайын қасиетіңнен байтақ далам, ырысыңмен ынтымағың шайқалмаған. Жайлауларың жасыл белің той тойлаған, көкпар тартып бәйге шауып пай-пайлаған. Думан денім ай, дархан жерім ай, Қазақстаным мата мекенім, мақтан қып сені атап өтемін. Жүректен өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенім. Қайсар бабам, батырларым қас дұшпаннан тайсалмаған. Даналарым ай, бабаларым ай, ақ жаулықты ақ ниетті байсалданам. Абыздарым ақсақалым жайсаңданам. Шешендерім ай, көсемдерім ай, атап өтемін. Жүректен өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенім. Қазақстаным ата мекенім, мақтан қып сені атап өтемін. Жүректен
Айниязов. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе, елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қызғалдақтар үлгілі би ұжымы, құрмет қошеметтеріңіз қадірлі ағайын. Мамырлаған әнім менің, жеткенде жеті қат көп тәңірденің. Сен барда мен де бармын жер бетінде, сарқылмас сазым менің, сәнім менің. Маңғыстау атамекен анам менің, жанымда жан бергенше қалар демің. Менікі аспаны да, дастаны да, әніне бос тұрғайдың салар белім. Маңғыстау жаным далам, жалын бабам,
ғашығы ән қылмай қалай оны қалдырамын Маңғыстау жаным далам жаным бабам жанымның сағынышы арылмаған өзіңмен өмірім бір өзегім жыр сарғайған сары алтындай сағымдалам Екі күн бойы Отпантау тарихи мәдени кешеніне жиналған жұртшылықта есеп жоқ. Құнан-Орсата ұрпақтары ұйымдастырған шараға жұртшылық дән риза болып тарқасты. Бұл күні әрбір шаңырақта ет асылып, дастархан жайылды. Сонымен қатар палуандар күресті, асық ату, ләңгі тебу, қой көтеру сияқты ұлттық спорт түрлерде назардан тыс қалған жоқ. Ең бастысы ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылқасын деген тілектер көптеп айтылды. Ендеше көптің тілегі қабыл болып, амалдан амалға аман жетейік ағайын.